Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 24.06.2024 жыл. Мына полиция инспекторынан сұрайықшы. Ана кішкене жай қоясыз ба өтініш? Сіз қазір кімдерге хабарластыңыздар? Участковый шақырған жоқпыз ғой біз. Мен прокурорды шақырдым бірінші. Бәріне хабарласып айтып қойдық. Прокурорды шақырдым, сосын әкімшілік нелер шақырдым. Сосын да департаменттің баспасөз қызметі бар ма жоқ па сіздерде? Мынау неде ғой тұр ғой? Қалай шақырамыз ол баспасөз қызметін? Кезекшілік бар ғой? Жүріңіз айтайықшы, баспасөз қызметі мынаның бәрін жарияласыншы қазір. Болмайды, мына шара көру керек мынандай нәрсенің бәрін. Біз қашанғы бұл жеке азаматтар бұны жүгіріп жүреміз біз. Неге бұны мемлекеттік деңгейде қолға алмаймыз бұны? А? Кіріп айта берсеңізші? Жоқ, сіз кіріп айтыңыз, сіз шақырыңыз. Бұның бәріне азаматтар жүгіру керек па сонда? Банк апасы құрылма бойында Исмайлова қызметі адып шақырады. 18 күн өткізген, мен 20 күні бардым ғой деймін, онда да естіп қалдым, кафелерін ашықты ғой. 자, 기행사 차담. Не бойынша еді? Телефонмен кіре беруге, сразу вазырып. Мынаны жарияламасақ болмайды, мынау масқара жағдай ғой мынау. Мына Шымкент қаласы Абай ауданы полиция басқармасының қазір баспасөз қызметін шақырып жатырмыз. Өшеде қазір баспасөз қызметі осыны видеоға түсіріп, жариялап, бүкіл құзырлы органдарға жол белгілері қоятын. Мына Шымкент қаласында мен байқаймын, көптеген жерлерде осындай заң бұзушылықтар бар, конституция. Бұл бір жерде болды ма, бүкіл жердің бәрінде осы өзгертілу керек бұл нәрсенің бәрі. Мынау басшы құрамындағы, мынау жол белгілесі қоятын басшы құрамында кім осы оқулықтарды жіберіп отыр, қателіктерді. Сол адамға хаттама толтырылып, айыппұл салыну керек. Неге бұл жазаланбайды бұлар, мен түсінбеймін. Бұл жол белгілері Таукеханда да тұр да, осындай заңды бұзып тұр да, мен оны әрқайсысына барып полиция шақыра бермеймін ғой, дұрыс па? Қазір осы жерде айтып не аламын. Бұны жүйелі түрде шешу керек та, бұның бәрін. Прокуратура өкілі келе жатыр ма? Хабарлады қазір. Бәріне хабарлап қойдық қазір. Хабарлады. Осы бойынша 184 мың айыппұл салды маған. Әл-Фараби ауданында Сәлібек Ғалымжан қазақ тілін мен осыны қорғағаным үшін. Сәлібек Ғалымжан. Инспектор ғой енді, мен участковый ма білмеймін. Ол бірақ анау прокуратураның тапсырмасымен салды деп ойлаймын.
Aleyküm selam. Есімім Нақыпбақжан, аудиобейне жүргізіп жатыр, ескертейін. Өзіңіз таныстырасыз ба? Біз нұрлы департаментте тексеріс не болды? Теріс қарап қалдым. Теріс қарап қалдым. Полиция майоры Ілесов Нұрдәулет Батырұлы бөлім бастығы 2027 жылға дейін. Жақсы, бізге баспасөз қызмет керек. Баспасөз қызметі. Департамент мына жерде. Департаментте ғой. А? Департаментте ғой баспасөз. Бізге осы департаменттің баспасөз қызметі қажет. Қандай мәселе бар? А? Қандай мәселе бар? Мәселе мына жердегі жолда, мына жерде қасымызда Қазақстан Республикасының Конституциясының 7-ші бабы бұзылып тұр. Соны қазір біз баспасөз қызметімен қазір прокуратура өкілдері келеді. Соның бәрін жариялауымыз керек. Бақытжан. Пакет самола ма? Иә, болады. Несі бұзылып тұр? Қазақстан Республикасының Конституциясының 7-ші бабы тілде туралы заңның бірнеше баптары бұзылып тұр. Мына жерде 3-7 белгінің астында тек қана орыс тілінде жазылған, мемлекеттік қазақ тілінде жазылмаған. Сол мынау көрнек ақпараттарына жол белгілері, солардың бәрін мемлекеттік стандарттарды бұзып тұр қазір. Қайыр дейсіз ба? Мына жер ана отыр. Мына кел. Ана отыр. Ана отыр. 100 метрдей шығады ма? Ар бетіндегінде отыр. 3-7-нің астында тұрған. Бұндай бүкіл қалада бар. Мына қазір біз баспасөз қызметіне жарияламасақ, бұл заң бұзушылықтарды жеке адамдар бұлай жүйелі түрде шешпесе болмайды. Иә, баспасөз қызметі керек сол үшін. Жүйелі түрде шешу керек. Соған енді қазір 21-ші ғасыр ғой, баспасөз қызметі жариялайтын болса, бүкіл құзырлы органдар назарына алады да бұны. Біздің полиция департаментінің баспасөз қызметі деп отырсыз. Иә. Осы мынау именно Абай ауданына қарайды ғой осы жер, Территория. Иә, осы баспасөз қызметі қазір тез мынау не алатын болса, реагировать етіп, мынау заңсыздықты жоятын болсақ, олай заңсыздықтар келесі жолы орын алмайды да. Енді баспасөзіміз құзыретіне кіре ме екен? Кіреді. Баспасөз қызметі мына мемлекеттік тілдерді қорғау, бүкіл органдардың құзыретіне кіреді бұның бәрі. Мемлекеттік тілдерді қорғау. Қазір баспасөз қызметін шақыратын болды. Соны күте тұрайық, қазір шықса қосымша эфир түсіретін боламыз.